Алла жақсы көретін 7 адам. Әрбір мұсылманның арманы Алланың сүйікті құлы болу. Себебі Алла жақсы көрген адам екі дүниеде де бақытқа жетеді. Оның өмірінде береке болады, жүрегі тыныш болады, ал ақыретте үлкен сыйға ие болады. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын хадистерінде Алла ерекше жақсы көретін адамдар туралы айтқан. Солардың ішінде 7 адам ерекше аталады. Егер адам осы сипаттарға ұқсаса, Алланың сүйікті құлдарының қатарына кіреді. Бірінші, әділ басшы. Әділдік исламдағы ең үлкен қасиеттердің бірі. Әділ адам адамдарға зұлымдық жасамайды, әркімге өз орнымен қарайды. Әділ басшы. Халыққа дұрыс қызмет етеді. Өтірік айтпайды. Ешкімге қиянат жасамайды. Алла әділ адамдарды жақсы көреді, өйткені олар қоғамға тыныштық әкеледі. Екінші, Аллаға құлшылықпен өскен жас. Жастық шақ ең қиын кезең. Себебі адамды түрлі азғырулар қоршайды. Сол уақытта Алланы ұмытпай, намаз оқып, дұрыс жолда жүрген жас Аллаға ең сүйікті адамдардың бірі. Бұл адам күнәдан сақтанады. Уақытын босқа өткізбейді. Иманын күшейтеді. Үшінші, жүрегі мешітке байланған адам. Бұл мешітті жақсы көретін, намазды жақсы көретін адам. Ол адам намазды күтеді. Мешітке баруға асығады. Алланы үнемі еске алады. Мұндай адамның жүрегі таза болады. Төртінші, бір-бірін Алла үшін жақсы көретіндер. Исламда достық та маңызды. Бірақ ең жақсы достық Алла үшін болған достық. Бұл адамдар бір-бірін пайда үшін емес, Алла үшін жақсы көреді. Бірге жақсылық жасайды. Күнәдан сақтануға көмектеседі. Бесінші, жасырын садақа беретін адам. Садақа үлкен сауап. Бірақ ең жақсы садақа жасырын берілген садақа. Бұл адам адамдарға көрсетпей көмектеседі. Мақтанбайды. Тек Алла разылығы үшін береді. Алла мұндай адамдарды ерекше жақсы көреді. Алтыншы, жалғыз қалғанда Алладан қорқып жылайтын адам. Бұл ең шынайы иманның белгісі. Адам жалғыз қалғанда күнәларын есіне алады. Алладан қорқады. Шын жүректен жылайды. Бұл көз жасы Алла алдында өте құнды. Жетінші, күнәға шақырылғанда бас тартқан адам. Кейде адамды үлкен күнәға шақырады. Бірақ ол Алладан қорқып бас тартады. Бұл үлкен иманның белгісі. Бұл адам нәпсісін жеңеді. Алланы бірінші орынға қояды. Дұрыс жолды таңдайды. Қорытынды. Алла жақсы көретін 7 адам. Бірінші, әділ адам. Екінші, құлшылықпен өскен жас. Үшінші, жүрегі мешітке байланған адам. Төртінші, Алла үшін дос болғандар. Бесінші, жасырын садақа беретін адам. Алтыншы, жалғыз қалғанда жылайтын адам. Жетінші, күнәдан бас тартқан адам. Егер біз осы қасиеттерге ұқсас болуға тырыссақ, Алланың сүйікті құлдарының қатарында боламыз. Алла баршамызды өзінің жақсы көретін құлдарының қатарына қоссын.